Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Тоқатов Руслан Алтайұлы. Мен Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының жаттықтырушысы және заң ғылымдарының магистрі болып табыламын. Бүгінгі таңда аса маңызды мемлекеттік қызметкерлерге өте бір үлкен маңызды орын алатын мәселелердің бірі әдеп нормалары менен қағидаларын ұстану бағытына арналған осындай бір тақырыпты талдауға ұсынғым келеді. Яғни бұл тақырыпты жалпы өзі ұстаным ретінде алып бекітіп, соны негіздеудің ең бір түбегейлі мәселесі бізде не болды? Яғни шын мәнінде қандай да бір жағдай болмасын, мемлекеттік қызметті жүзеге асыру, мемлекеттік қызметтің алып отырған орны, мәні ең алдымен соны жүргізіп отырған мемлекеттік қызметкердің өзіне байланысты. Егер де біз айтып отырған осы мемлекеттік қызметкер шын мәнінде өзінің мойнына жүктелінген кез келген заңды, кез келген норманы, әртүрлі қағидаларды жан-жақты жүзеге асыра алатын болса, соны қамтып, жүзеге асырып негіздейтін болса, онда оның іске асыратын кез келген әрекетінің артында тек қана жаңағы айтылып отырған дұрыс, сапалы, маңызды, қоғамға тиімді, қажетті қаншама жиынтықтардың орын алатындығы ақиқат. Енді осы айтылып отырған әдеп нормалары менен қағидаларын ұстану мәселесін зерттеу барысында мен өзімнің шағын осы дәрісімді қандай мәселелерден бастауды мен басшылыққа қойдым. Ең алдымен бізге керегі бұл заң. Яғни әдеп кодексін зерттеу. Әдеп кодексін зерттеу арқылы соған берілетін, мысалы үшін қазіргі таңда қандай негізгі көрсеткіштер бар, қандай негізгі жаңағы нұсқаулар бар. Сол арқылы мысалы үшін мемлекеттік қызметкер өз іс-әрекетін қалай жүзеге асыратынын анықтаймыз. Негізі әдеп кодексін біз алып қарайтын болсақ, бұл бізде 2015 жылы 29 желтоқсанда қабылданған болатын. Яғни осы қабылданған әдеп кодексіне бізде 2022 жылы 22 ақпанда өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Солардың өзгерілуіне байланысты біз мысалы үшін бізге жүктелініп отырған осы міндеттемелердің қаншалықты қалай жүзеге асыратындығын бүгінгі дәрісімізде жан-жақты зерттеп, соған шамамыз келгенше ақпарат беруді біз алға шығарғымыз келіп отыр. Олай болатын болса, ең бірінші мәселе жалпы өзі әдеп кодексінің құрылымына тоқталсақ. Яғни әдеп кодексінің құрылымын егер біз жан-жақты білетін болсақ, онда сол арқылы мысалы үшін бұның ішінде қарым-қатынастарды реттейтін қандай нормалардың қай жерде орналасқандығын және сол арқылы қандай қоғамдық қарым-қатынастарды қалай реттеуге болатындығын анықтай аламыз. Мынау бір керемет айтылатын сөз бар еді, балық суда шөлдемейді дейді. Яғни мемлекеттік қызметкер де өзінің іс-әрекетін жүзеге асыруда бірінші орынға заңды қою керек. Яғни кез келген әрекетінің барлығын заң аясында жасайтын болса, онда қоғамдық қарым-қатынастарда сіздің жасаған әрбір әрекетіңіз негізінде заңды болып тұратын болса, онда біріншіден сізге, екіншіден жалпы мемлекеттік қызметкер деген тұлғаға ешқандай бір қаяу түспейді, ешқандай бір жаңағындай келеңсіздік, көлеңкелі оқиғалар орын алмайтындығы ақиқат. Олай болатын болса, әдеп кодексінің құрылымын біз зерттеу барысында біздің заң шығарушы палатадағы әдеп кодексін үлкен 5 тарауға бөледі. Ең бірінші тарауда әлбетте жалпы ережелер түсіндіреді. Бұның ішінде жалпы әдеп кодексінің алатын орны, қандай қоғамдық қарым-қатынастарды реттейді, оның ішінде қандай қоғамдық қарым-қатынастарға тән қандай негізгі элементтер менен ерекшеліктердің бар екендігін анықтайды. Екінші мәселе бұл мемлекеттік қызметтің этикалық қағидалары. Яғни жалпы өзі этикалық қағида дегеніміз осы кодекстің былайша айтқан кезде негізгі тұтқасы деп алып қарастырсақ болсақ. Яғни осы қағидалар арқылы біз қоғамдағы барлық іс-әрекеттердің қаншалықты қалай заңды жүзеге асатындығын, заңды қалыптасатындығын осы қағидаға негіздей отырып әрі қарай қалыптастыра аламыз. Үшінші мәселе бұл мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасының стандарттары. Яғни заң шығарушы бізге нақты бекітетін стандарттарды қояды. Сол стандарттардың аясында біз жалпы мемлекеттік қызметкерлердің қандай іс-әрекеттерді қандай жағдайға сәйкес қалай қолданатындығын, сол сияқты басқа да заттарын алып зерттейміз. Төртінші мәселеде кәсіби этикалық нормаларын бұзудың алдын алуды жалпы үйлестіру жағдайларын алып көрсетеді төртінші тарауда. Яғни осы кәсіби этикалық нормаларын бұзудың алдын алуды үйлестіруді біз қалай қалыптастыруымыз керек, қандай негіздерге сәйкес жүзеге асыруымыз керек деген сияқты. Және соңғы 5-ші тарау қызметтік этиканы бұзу
оны бұзған үшін бізде жалпы қандай жауапкершіліктер бар, сол жауапкершілікке сәйкес қойылатын қандай негізгі талаптардың бар екендігін анықтаймыз. Енді осы айтылып отырған жалпы әдеп кодексінің құрылымын біз жан-жақты зерттейтін болсақ, бізге ең бірінші орында бұл жерде қандай мәселелерге ерекше зейін салып кету керек. Біз бәріміз өте жақсы білеміз, мемлекеттік қызметшінің әдебі бұл ең алдыменен үлкен бір жалғыз бір мемлекеттік қызметкердің ғана емес, бүкіл жалпы мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін әрбір адамға үлкен бір көрсеткіш болып есептеледі. Себебі осы мемлекеттік қызметшінің әдемі ол қоғамға тиесілі неғұрлым саналы, нақтыланған жалпы адамзаттық моральдық нормаларды, соларға қойылатын талабын жалпы мемлекеттің бекіткен сол қызметтерді жүзеге асыруға байланысты көрсететін мінез құлық нормаларының, сонымен қатар сонымен тікелей байланысты әрекеттер мен ережелердің жалпы қарым-қатынастар мен қағидаларының жүйесі екендігін алып анықтаймыз. Яғни осы мемлекеттік қызметшінің әдебінің аясында негізінен мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын тұлғалар қаншалықты қалай жүзеге асыратындығын жан-жақты зерттеу арқылы осы айтылып тұрған ақпараттарды біз жалпы талдап түсінуіміз керек. Негізінде біз жаңағы айтылып тұрған әдеп кодексін зерттеу барысында негізінен екі үлкен затқа ерекше зейін салсақ дейміз осы бүгінгі біздің дәрісімізде. Біріншісі бұл жерде әдептілік нормасы. Жалпы әдептілік нормасы дегеніміз не нәрсе? Оны біз түсіну үшін ол туралы біз қандай ақпарат алуымыз керек. Және екіншісі әдептілік қағидалары. Яғни қағида деген түсініктің аясында оның осы әдептілік қағидасына қаншалықты қатыстылығы бар және оның жаңағы заңды әрекеттеріне қаншалықты өзінің септігі бар екендігін анықтаймыз. Негізінен әдептілік нормасын алып қарайтын болсақ, жалпы әдептілік нормасы дегеніміз бұл ұйым, белгілі бір мысал үшін ұйымды алып қарайтын болсақ, соның ішінде қызмет ететін әртүрлі қызметкерлердің өз қызметінде ұстануы керек болып табылатын әртүрлі құндылықтарменен сол жаңағы айтылып отырған ұжымға, сол белгілі бір ұйымға тиесілі бекітілетін әдеп ережелері. Сол ережелерді біз мысалы үшін қаншалықты заңды үйлестірдік және жүзеге асырдық, сонымен тығыз байланысты болады. Өйткені бірінші мәселе белгілі бір қоғамдық қарым-қатынастарды реттеу барысында ол жерде арнайы бір норма болмайтын болса, онда бұл жерде не пайда болады? Заңсыздық пайда болады. Себебі норма дегеніміз ол бәленбай уақыттар бойы белгілі бір іс-әрекеттердің қалыптасу аясында жаңағы бекітілетін жалпы ортақ бірдей міндетті орындауға негіз болып табылатын жаңағы ережелердің жиынтығын алып қамтамасыз етеді. Енді осы айтылып отырған ақпараттың аясында біз әрі қарай тереңдетіп келетін болсақ, бізге тағы да бір зейін сала кететін мәселе бұл қағида мәселесі. Яғни қағида мәселесін зерттеу барысында ең алдыменен өзі құқықтық дефиницияға сүйенетін болсақ, жалпы қағиданы бізде үлкен екі топқа бөледі. Біріншісі мысалы үшін салалық қағида дейді, екіншісі салааралық қағида дейді. Мысалы заң саласындағы салааралық қағидаға мысалы қандай қағидаларды жатқызуға болады? Мысалы үшін заңдылық қағидасы дейді. Мысалы үшін сот алдындағы теңдік қағидасы дейді. Яғни бұл кез келген жалпы салаға ортақ болып есептелетін қағида. Ал енді салалық қағида дегеніміз ол нақты белгілі бір білім саласына, нақты белгілі бір жаңағы заң саласына қатысты саладағы қағиданы біз салалық қағида деп алып қарастырамыз. Осының ішіндегі әдептілік қағидасына сүйенетін болсақ, бұл әдептілік қағидасы дегеніміз не нәрсе? Негізінен әдептілік қағидасын бізде қоғамда үстемдік ететін немесе адамның шындыққа жаңағы нақты анықталып бекітілген мінез құлық нормаларына деген көзқарасын анықтайтын ішкі адамның жеке сенімі негізінде қалыптастырылады. Өйткені әдептілік қағидасы арқылы біз не істейміз? Мысалы қоғам бар, сол қоғамда қалыптасып қалған белгілі бір әртүрлі түсініктер бар, әртүрлі белгілі бір ұстанымдар бар, әртүрлі белгілі бір ережелер бар. Сол ережелердің аясында біз аламыздағы жаңағы бекітілетін негізгі қағидаларды шынайылап ала отырып, сонымен қарым-қатынасты қалыптастыру ерекшеліктерін қамтамасыз етеміз. Негізінен мемлекеттік қызметшілердің біздегі қазіргі таңдағы олардың іс-әрекеттерінің, белгілі бір атқаратын жұмыстарының сапалығы, олардың белгілі бір құзыреттілігі, олардың белгілі бір жаңағы тиімділік мәселелерінің артуы ең алдымен не нәрсемен байланысты? Яғни шын мәнінде бұл мемлекеттік қызметшілердің шынайы моральдық адамгершілік бейнесіне байланысты. Өйткені адамның адамгершілік моральдық бейнесі дұрыс болатын болса, онда көптеген заттар дұрыс болады. Өйткені адамның ішіндегі ең басты ұстаным ол адамгершілік болып есептеледі. Мысалы, барлық қарым-қатынастың бәрін заңмен реттей беру мүмкін емес. Себебі кейбір қарым-қатынастарды біз мысалы үшін заңмен реттей алмаймыз. Ондай жағдайда бізге келетін үлкен бір көмекші ол не нәрсе? Адамның ішкі моральдық ұстанымдары, адамның белгілі бір адамгершілік көрсеткіштері. Егер адамның
біз қалыптастырып отырған адамгершілік көрсеткіштері дұрыс болатын болса, онда қоғамдық қарым-қатынастарда бізде өте дұрыс және жан-жақты болады. Ал енді адамгершілік бейнені біз қалай қалыптастырамыз? Оған қалыптастыруға қандай жағдайлар өзінің септігін тигізеді? Әлбетте оған көптеген жаңағы факторлар әсер етеді. Бұлардың бірінші орында бізде не тұрады? Міндетті түрде ол тәрбие тұрады. Екінші жерде не тұрады? Сенің алып отырған ортаң үлкен орын алады. Үшінші жерде не тұрады деген кезде, бұл адамның білімі, біліктілігі және сол сияқты тағы да басқа көрсеткіштерін айта беруге болады. Бірінші мәселе әлбетте ол тәрбие. Мынау Әл-Фараби деген ғұлама атамыз бізге не деп айтады? Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Яғни шын мәнінде бірінші орында біз не істеуіміз керек? Қандай жағдайда болмасын, қандай мәселеде болмасын, адамгершілік, моральдық нормаларды ұстай отырып, кез келген қарым-қатынасты шешіп, сонымен жаңағы нәтижесіне жетуге үлкен бір ұмтылыс жасауымыз керек. Өйткені бұндай қоғамдық қарым-қатынастарды реттеуде осындай ерекшеліктер болмайтын болса, онда оның түбі бізде барлығын заңмен реттеу, барлығын соттау деген сияқты затпенен шешіле бермейді. Сол себепті осы моральдық адамгершілік бейнесі осы айтылып тұрған негізгі көрсеткіштерді бекітеді. Және екінші бір осы жерде айта кететін мәселе ол іскерлік қасиеті. Яғни мемлекеттік қызметкер бізде қандай болу керек? Ол бойында іскерлік қасиеті болу керек. Яғни шындап келген кезде бұл өте құзыретті болу керек. Өзінің атқарып отырған жұмысын біріншіден жан-жақты игерген, екіншіден оның білімі жететіндей, үшіншіден бұл жерде мысалы үшін оның қай салада болмасын алға түсіп дамуында. Мысалы қазіргі кезде осы айтылып отырған ақпараттың ішінде адамның іскерлік қасиетіне үлкен бір өзінің септігін тигізетін жағдай, мысалы қазір бізде технология заманы. IT технологиялар қандай қатты прогресске ұшырап дамып бара жатыр. Егер қазіргі күні біз сонымен қоса дамымайтын болсақ, онда бізде бойымызда бірінші құзыреттілік деген сияқты заттар кетіп бара жатады. Кеше ғана мысалы iPhone 14 Pro Max шықса, қазір бізде 15 шықты, ертең 16 шығады. Одан кейін тағы да басқа технологиялар келе береді. Сондықтан сол технологиялардан біз кенжелеп қалмас үшін біз не істеуіміз керек? Біз өзіміздің білімімізді шыңдап, соның негізінде іскерлік қасиеттерімізді дамытамыз. Егер ол қаншалықты дамыған болатын болса, онда соғұрлым соншалықты біз халыққа біріншіден пайдалы боламыз, екіншіден өзіміздің тиімділігімізді көрсете аламыз. Сол арқылы мысалы үшін осы қойылатын талаптарды жоғарылата аламыз. Енді осы айтылып тұрған ақпараттардың ішінде негізінен мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебін алып зерттейтін болсақ, оны жаңағы қағида сипатында негіздейтін болсақ, біз оларды бірнеше көптеген түрлерге бөліп қарастырамыз. Яғни шын мәнінде біздің заң шығарушының өзі осы әдеп кодексінің ішінде оны бірнеше топтарға бөледі. Яғни мемлекеттік қызметтің әдеп қағидаттарын мынандай бірнеше топтар арқылы жіктеп, соны саралап қарастырып аламыз болады. Ең біріншісі бұл жалпыға ортақ қойылатын бір адал ниеттілік сипаты. Екінші жағдайда бізде адалдық деген сияқты көрсеткішті алып бекітеді. Үшінші жағдайда ол әділдік деген сияқты қағиданы басшылық қылады. Төртіншісі ашықтық, бесіншісі сыпайылық және алтыншысы клиентке бағдарлану. Яғни жаңадан осы 2022 жылы енгізілген әдеп кодексындағы өзгерістер мен толықтыруларды қараған кезде, міне осы 6 жағдайға ерекше назар аударту арқылы бұл жерде мынандай бірнеше мәселелерді басшылық қылады. Ең алдыменен біз бәріміз өте жақсы білеміз, Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа берген жаңағы жолдауы бартын. Сол жаңағы жолдауының ішінде сындарлы қоғам мәселесіне қатысты. Сол жерде бірінші орында бізге мынандай бір үлкен сүбелі мәселені тапсырма ретінде алып бекітті, яғни естуші мемлекет. Яғни естуші мемлекет дегеніміз не нәрсе? Қазіргі кезде алып қарайтын болсақ, міне алдыңызда халық тұр, екінші жағында билік тұр. Халық өзінің мүддесін қамтамасыз ету мақсатында биліктің алдына келеді. Билік дегеніміз осы жерде халықтың алдында кез келген өтініштерін қарау арқылы оның мәселесін шешуді басшылыққа шығарады. Яғни осының аясында біз мына алдыға ұсынып отырған жаңағы 6 қағиданың негізінде жаңағы естуші мемлекет жаңағы бекітіп отырған тәртібіндегі іс-әрекеттерді жүзеге асырамыз. Енді осының ішіндегі ең алдымен біздің зейін салатын мәселеміз мысалы адал ниеттілік қағидасы. Әлбетте әрбір мемлекеттік қызметкердің белгілі бір өзінің мойнына жүктелінген іс-әрекетін жүзеге асыру үшін бірінші орында қойылатын үлкен бір мәселе не нәрсе? Ол адамның ниеті. Өйткені ниет деген зат адамның өмірінде өте үлкен, өте маңызды, өте жан-жақты керемет заттарды алатын бірден бір көрсеткіш. Егер адамның бойындағы ниеті дұрыс болатын болса,
онда көп мәселе бізде өзгереді. Қазіргі таңда мысалы үшін біздің мемлекетті көтеріп дамыту үшін ең алдымен алға қоятын мәселе не нәрсе? Біздің халықтың, біздің қоғамның, біздің әрбір азаматтың бойындағы пиғылы мен ниетін өзгерту. Егер бізде халықтың арасында пиғыл мен ниет деген зат өзгеретін болса, және ол адалдыққа қарай, ақтыққа қарай, шындыққа қарай аяқ басатын болса, бізде қоғамдық қарым-қатынастарда көптеген заттар өзгереді. Яғни ең бірінші осы адалдық, ниеттілік қағидасын алып зерттеген кезде бізде заң шығарушы мынандай бір ақпарат береді. Яғни адал ниеттілік қағидасы дегеніміз ол қоғам игілігі үшін мемлекетке кәсіби және жауапты қызмет ету. Яғни адал ниеттіліктің ішінде бізде не тұр? Қоғамның игілігі тұр. Бірінші орында біз ішкен асты жерге қойып, бірінші мақсатымыз еліміз, жұртымыз аман болсын. Соған сәйкес біз қызмет ету арқылы қоғамның игілігін біз басшылыққа алуымыз керек. Негізінен мемлекетке осы қоғам игілігін дамыту үшін, сол салада қызмет атқару үшін үлкен бір орын алып беретін мәселелердің бірі бұл осы мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын мамандардың кәсібилігі. Одан кейін олардың мойнына жүктелінетін белгілі бір жауаптылығы. Яғни қаншалықты сіздің ойыңызда біліктілігіңіз мол, екіншіден жауаптылығыңыз орынды болатын болса, онда сіздің шынайы жаңағы жердегі адал ниеттілігіңіз көрінеді. Шын мәнінде біз өзі әртүрлі салаларды зерттеу барысында бірінші орынды не нәрсеге шығарамыз? Жаңағы айтылып тұрған адамның ниеті, адалдығына байланысты жан-жақты қалыптастыруымызға болады. Негізінен мынау ниет мәселесін алып зерттеу барысында көбінесе көңілді қандай жағдайларменен тоғыстыруға болады. Өзі көп мәселе адамның өмірінде жаңа жоғарыда айтып кеткендей ниетке байланысты. Егер шын мәнінде алып зерттеп алып қарайтын болсақ, ниет мәселесінің ішіндегі маңызды жағдай ол не нәрсе болып табылады? Мысалы, қазір бізде көп жағдайда жаңағы әрбір мемлекеттік қызметкерді, әрбір Қазақстанның азаматын тәрбиелеу барысында біз оны қылмыстылықтың алдын алу, жаманшылықтың алдын алу барысында әртүрлі іс-шараларды ұйымдастырады. Соның бірі мысалы қазіргі кезде мына сыбайлас жемқорлық қылмыс деп алып қарастырамыз. Сыбайлас жемқорлық қылмысына қарсы күреске біз мемлекеттік қызметкерлерді даярлау барысында оларға ең алдымен осы алға қоятын бірде-бір жаңағы көрсетіп отырған қағидамыз ол адал ниеттілік қағидасы болып есептеледі. Яғни өзіңнің мойныңа жүктелген жұмысты адал атқару. Соның аясында ешқандай ешкімге зиян келтірмеу. Адал ниеттілік мәселесінің ішінде ең алдымен сіздің пиғылыңыздың қаншалықты ақиқатқа жақындығын анықтау. Өзі қазақта бір айтатын сөз бар, аққа Құдай жақ дейді. Яғни шын мәнінде сіздің өзіңіздің бойыңыздағы ойыңыз, сіздің жаңағы айтылып тұрған пиғылыңыз жақсылыққа қарай тартатын болса, халқым, елім, отаным деген сияқты мәселелерді қамтитын болса, онда бұл іс-әрекеттер бізде түбегейлі жан-жақты жүзеге асады. Екінші бір үлкен мәселе бұл адалдық қағидасы. Яғни қаншалықты өмірде біз адал бола аламыз, қаншалықты біз өмірде адалдық қағидасын жүзеге асыра аламыз деген сияқты түсініктер бар. Мынау Америка құрама штатының ең бір атақты жаңағы бизнесмен тұлғаларының осы адалдыққа жаңағы айтылып отырған адал ниеттілікке байланысты айтылатын көптеген жаңағы әртүрлі ой пікірлері бар. Солардың бірінің ішінде мынау Уоррен Баффет деген кісінің бір мынандай сөзі бар айтатын. Негізі адалдық деген зат дейді, бұл арзан адамның ішінде болмайды дейді. Яғни неғұрлым сенің бойыңда адалдық көп дейді, соғұрлым сен өмірдегі ең қымбат адамдардың қатарында боласың дейді. Яғни шын мәнінде біз бұл жерде нені түсінуіміз керек? Адалдық деген зат, әлбетте біз оны белгілі бір салмағын өлшеп, немесе құнын өлшеп көрсететін көрсеткіш емес. Бірақ адалдық мәселесін біз адамның бойынан көреміз, оның ішіндегі адамгершілігінен көреміз. Оның ішіндегі жаңағы орын алып отыратын үлкен бір көрсеткіштерінің бірі жаңағы намыс, абырой, ар, қадір, қасиет, ождан сияқты мәселелердегі өзінің кейпінен таныту арқылы оның жасаған самалының түбінен алып байқауға болады. Яғни осы айтылып отырған адалдық қағидасын алып қарайтын болсақ, біз бұл жерде ең бірінші көңілді не нәрсеге саламыз? Міндетте әрбір мемлекеттік қызметкердің мойнына бізде не жүктеледі? Белгілі бір міндеттер жүктеледі, өзіңнің қызметіңді атқаруыңа байланысты. Яғни сол атқарған жаңағы қызметтеріңді қаншалықты сен жүзеге асыра аласың, қаншалықты жаңағыны қамти аласың, осының негізінде сіздің шынайы жаңағы көзқарасыңыз пайда болады. Енді бір қысқанандай өзімнің
немнен болған бір қысқа әңгіме айтып бергім келеді осы адалдық мәселесіне байланысты. Осыдан бірер жыл бұрын Жаңарқа деген елді мекенге барып, сол жерде ішкі істер органдарында сыбайлас жемқорлыққа қатысты бір заңды талқылап, соны зерттеу жүргізіп, жаңағыларға сыбайлас жемқорлыққа қарсы үгіт насихат шарасын өткіземін. Сол уақытта жаңағы бір азаматты байқадым, Жаңарқа елді мекенінде бір сержант жігіт. Жаңағы жігіт полиция қызметкері. Содан жаңағы полиция қызметкері кезінде ақша тауып алады. Өте үлкен қаражат тауып алады. Миллиондаған ақшалар тауып алады. Сөйтеді дағы жаңағы тауып алған ақшасын жаңағы адам алады дағы не істейді? Жоғалтқан адамды 2 апта 3 аптада іздейді. Сөйтіп ақырында жаңағы жоғалтқан адамды тауып алып, жаңағы ақшаны апарып берген кезде ана кісі оған таң қалады. Сен маған бұны әкеліп бердің деп. Сөйтеді дағы жаңа тауып алған ақшасынан қомақты ақшаны жаңағы жігіттің қолына ұстатады. Ол жігіт болса айтады, жоқ, ренжімеңіз, мен бұл ақшаны алмаймын дейді. Неге? Бұл аз ба? Онда тағы қосайын деп тағы қосады. Жоқ дейді, мен алмаймын дейді. Неге сіз алмайсыз деген кезде жаңағының айтқан сөзі, біріншіден бұл менің ақшам емес, сіздің ақшаңыз дейді. Екіншіден әкемнің айтқан бір сөзі бар дейді, адамның ала жібін аттама деп. Яғни жаңағы жігіт ішіндегі ең адалдық қасиетін сақтау арқылы не істеп отыр? Өзінің шынайы кейпін көрсетіп отыр. Содан жаңағы Жаңарқа қаласының ішінде, жаңағы полиция бөлімінің ішінде менің көргенім, мынау тақтада жаңағы жігітке марапат берген, жаңағы адалдық үшін деген, және үлкен бір медаль сыйлаған екен. Яғни бұдан біздің түсінетін ең бір жағдайымыз не нәрсе? Қандай жағдай болмасын, әрбір мемлекеттік қызметкер негізі өмірде адал болып қалуға тырысу керек. Өйткені өмірдегі ең қымбат сатылмайтын заттардың бірі бұл адалдық. Егер де бойыңыздағы адалдығыңызды бір рет шашып алатын болсаңыз, одан кейін оны қалыпқа келтіру былайша айтқан кезде өте қиын болады, немесе мүмкін болмайды деп айтуға болады. Яғни адалдық қағидасы бұл жерде нені танытып тұр? Ол өз міндеттеріне шынайы көзқарасты алу және сол көзқарастардың негізінде қоғамдық қарым-қатынастардың үйлесімдігін анықтау. Келесі бір үлкен қағида бұл әділдік қағидасы. Қазақта бір керемет сөз бар, әділ сотқа бауыр жоқ дейді. Яғни шын мәнінде қаншалықты біз қандай жағдайда қалай әділ бола аламыз? Әділдікті біз неден күтеміз? Заңнан күтеміз, қоғамдық қарым-қатынастан күтеміз, тағы басқа жағдайдан күтеміз. Бірақ бірінші мәселе осы бекітіліп отырған ақпараттың ішінде әділдік қағидасын зерттеу барысында бізде заң шығарушы оған мынандай бір түсінік береді. Әділдік дегеніміз дейді, жеке және заңды тұлғалардың қоғамдық топтар менен ұйымдардың ықпалына қарамастан заңды шешім қабылдау және кез келген мән-жайлар бойынша бір жақтылық пенен субъективтілік себебінен адамдарды кемсітуге жол бермеу. Яғни әділдік қағидасы бізде көбінесе қандай жағдайларда көрініс табады? Ең алдыменен қоғамдық қарым-қатынастарда бізде әділдік жаңағы санатының орын алуы үлкен бір маңызды орын алатын жағдайлардың бірі болады. Мысалы үшін қандай да бір жаңағы сайыс болсын, қандай да бір жаңағы жүзеге асатын әртүрлі ықпалдар болсын, соның ешқайсысына ұшырамай сіз мемлекеттік қызметкер ретінде бірінші орында әділдік деген затты қолда ту етіп ұстайтын болсаңыз, онда қазақта бір керемет айтылатын сөз бар, әділдерге тағдыр әділ дейді. Бірінші орында біз өзімізге әділ боламыз. Егер әділетсіздік жасайтын болсақ, шын мәнінде бұл жерде сіз біреуге емес, ең бірінші өзіңізге әділетсіздік жасап тұрсыз дегеніңіз. Өйткені біздің өміріміз, біздің тағдырымыз ең алдымен өз қолымызда. Себеп әділ болсаңыз, әділ қыламыз дейді. Енді осы айтылып тұрған жағдайға сәйкес, жеке және заңды тұлғалардың қоғамдық топтары мен әртүрлі ұйымдардың ықпалына қарамастан, яғни аспаннан мың бір бәле жауып тұрса да, сіз жоқ, менің айтқаным әділ, мен заңға сүйенем, заң аясында ғана жұмыс істеймін деп бекем ұстанатын болсаңыз, әлбетте нұр үстіне нұр, әділдік қағидасы қашанда жүзеге асады. Сондықтан бірінші ондай ұстанымды ұстау үшін бірінші мәселе біз қандай болу керекпіз? Өзімізге әділ болу керекпіз. Мынау қазақтың бір ғұламаларының бірі Шәкәрім Құдайбердиевтің айтқанындай бір сөзі бар. Кісі бағым бағым деме, өз денеңді нұрлы қыл, айдай жарық болғанша қарыз алып күн нұрын дейді. Яғни шын мәнінде әділдік мәселесін біз өзімізден бастаймыз. Өзімізге біз қаншалықты әділміз. Одан кейін сіздің бойыңыздан шыққан әділдік жігері ол қалған адамдарға өзінің септігімен әсерін туғызады. Сондықтан осы әділдік мәселесін жүзеге асыру барысында ешқашанда бір жақты болмау керек. Егер де сіздің әділетсіздігіңізді әділетсіз
мәселелерін өмірде көргеніңіз болса, онда міндетті түрде әділдік мәселесін біз алға шығаруымыз керек. Одан кейінгі келесі бір үлкен мәселелердің бірі бізде ашықтық қағидасы. Енді осы кейінгі болып отырған қаншама оқиғалардан кейін үлкен бір біздің өмірімізде маңызды бір орын алып отырған қағидалардың бірі ашықтық қағидасы. Яғни президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың пайымдауы бойынша біздің мемлекеттік қызмет ол ашық. Яғни ешнәрсе ешкімнен жасырмаймыз. Қандай амал әрекет жасамасақ та халықтың бәрі бірге көріп, жұмыла көтерген жүк жеңілдеп соның ішінде бірге жүрсін дейді. Бұған себеп не нәрсе? Егер ашықтық қағидасы орын алатын болса, біріншіден бізде сыбайлас жемқорлық қылмысына қарсы күрес үлкен өзінің септігін тигізетін болады. Одан кейін жалпы ашықтық қағидасын зерттеу барысында бізде мынандай бірнеше көрсеткіштер бар. Жаңағы жұртшылықпенен жұмыс істеуге дайын екенін көрсетеді. Яғни ашықтық дегеніміз не нәрсе? Сіз тізім жасап жатсыз бір нәрсеге, ол тізім бізде ашық болсын. Себеп бізде халықтың арасында көп мынандай заттарды естиміз. Мынау әлеуметтік пәтерлерге кезекке тұрғанымызға бәленбай жыл болды, біздің кезегіміз жылжымайды. Жер алайын деп жатырмыз, кезекке тұрғанымыз мынау болды, жылжымайды. Яғни қайсыларын түртпесең де бізде не жоқ? Ашық деген зат жоқ. Яғни президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халыққа берген жаңағы жолдауында ең алдымен бізге мынандай бір ақпаратты айтып тұр. Біз дейді құлақ асатын мемлекет. Яғни біздің мақсатымыз не нәрсе? Халықтың мұқтажын шешу, халықтың жағдайын ашу, оған көмектесу. Біз оған қай уақытта көмектесе аламыз? Егерде бізде ашықтық қағидасы жан-жақты жұмыс істейтін болса. Ал ашықтық қағидасының бізге әкелетін үлкен бір септігі не нәрсе? Ол бізге деген сенім. Яғни халық егер сізге сенетін болса, сенім артатын болса, онда көптеген мәселе бізде жан-жақты шешіледі. Яғни осы айтылып тұрған ашықтық қағидасын бізде заң шығарушы былай деп пайымдайды: жұртшылықпенен жұмыс істеуге дайын екенін көрсету және өз қимылының ашықтығын қамтамасыз ету. Мен дайынмын, кел жұмыс істеймін. Бүкілі көріп отыр, бұл жерде ешқандай бармақ бұғу жоқ. Бұл жерде ешқандай өзге де кереғарлықтардың жоқ екендігін көрсете отырып, халықтың ішінен біз шынайы не нәрсені танимыз? Халық бізге сенім тапсырады. Сол сенімнің негізінде осы айтылып тұрған ашықтық қағидасы жүзеге асырады. Одан кейін үшінші бір мәселе бұл жаңағы сыпайылық қағидасы. Яғни сыпайылық қағидасын алып зерттеу барысында біз ең алдымен мынандай бір затқа зейін салуымыз керек. Мысалы, өмірде ең адамның өмірінде көрінбейтін зат, бірақ өлшемі бойынша өте қымбат болып есептелетін зат, ол негізі сыпайылық болып есептеледі. Өйткені шын мәнінде қазақта бір жақсы сөз бар: ұлық болсаң кішік бол дейді. Яғни шын мәнінде сіз өзіңіздің ұлықтығыңызды қашан сезесіз? Неғұрлым ұлық болған сайын адамның ішінде қарапайымдық деген зат, адамның ішінде сыпайылық деген сияқты әртүрлі санаттар үлкен орын ала бастайды. Яғни сыпайылық қағидасы бізде қандай болу керек? Кез келген адамға бірдей болу керек. Сыпайылық бізде адамның қызметіне қарай емес. Мынау бастық екен, сондықтан мен бұған сыпайылық танытайын. Мынау жай қара адам ғой, оны мен қайтем деген түсінік болмау керек. Бірінші орында сыпайылық қағидасы азаматтарға, я болмаса бірге жұмыс істеп отырған әріптестеріңе дұрыс және құрметпен қараудан басталады. Мекемеңе келдің, сіздің мекемеңізде мысалы үшін еден жуатын азаматша бар. Анау киіміңізді өткізетін жаңағы киім ілгіште жұмыс істейтін адам бар. Оның барлығына біз ең алдыменен лауазымына қарай емес, адам ретінде қарауымыз керек. Сыйлауымыз керек. Жай ғана қарапайым зат, жүзіңізден жымиған күлкі шығып, сол адаммен амандассаңыз, жай болса да қалын сұрай салсаңыз, ертең айтады: міне, мемлекеттік қызметкер қандай тәрбиелі, сөзі ісіне сай. Осы бір ғана кішкентай көрсеткен сыпайылығыңыздың арқасында оның сізге деген көзқарасы, оның сізге деген белгілі бір ойы өзгере отырып, жалғыз сізге емес, жалпы мемлекетке, мемлекеттік қызметке деген затқа оның көзқарасы өзгереді. Сондықтан бірінші мәселе осы сыпайылық мәселесін дамытуменен тағы да негізделетін қағидалардың жағдайын қамтиды. Одан кейін ең соңғы осы қазіргі таңда біздің жалпы 2022 жылы осы
әдеп кодексіне енген өзгерістердің бірі бұл клиентке бағдарлану қағидасы. Яғни бұл дегеніміз не нәрсе? Неге клиентке бағдарлану қағидасын қазіргі кезде негізгі қағидалардың бірі ретінде көрсетіп отыр? Шын мәнінде заң шығарушы оның анықтамасына мынандай бір ақпарат жасады: мемлекеттік қызметтерді тұтынушы ретінде халықтың сұраныстарына толықтай бағдарлай отырып, көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру және жолданымдарды қарау кезінде төрешілдік көріністеріне және әуре сарсаңға салуға жол бермеу жөніндегі шараларды қабылдау дейді. Яғни бұның аясында біз нені түсінеміз? Ең алдыменен мемлекеттік қызмет ол бізде қызмет көрсететін ұйым, ал халық болса ол бізде тұтынушы. Ол бізге өзінің мұң-мұқтажымен, өзінің белгілі бір қажеттілігімен, өзінің белгілі бір сұрауымен келеді. Осы жағдайда біз мемлекеттік қызметкерлер ең алдымен не істейміз? Осы қағиданы басшылық қыламыз: клиентке бағдарлану қағидасы. Яғни ол дегеніміз не нәрсе? Бұл жерде біз халыққа қызмет ету үшін осы жерде жұмыс істеп отырмыз. Яғни осының аясында біз халықтың сұранысын толықтай келген алдындағы мәселесін шешіп беруге жағдай туғызуымыз керек. Яғни оған жанашырлық танытып, оның мәселесін шешіп бермегенше тыным таппайтын жағдайда болуымыз керек. Одан кейінгі ең үлкен екінші бір мәселе, жалпы мемлекеттік қызметтерді көрсетуде біз не істейміз? Оның сапасын арттыруымыз керек. Яғни біз бәріміз жақсы білеміз, 2020 жылы бізде англосаксондық құқық жүйеге сәйкес келетін нормалардың бірі қабылданды: әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекс деген. Осы кодексті алып қарап отыратын болсақ, бұл кодекс не істейді? Осы клиентке бағдарлану қағидасын жүзеге асыратын бірден бір норма деп алып қарастыруға болады. Өйткені бұл жерде ең бірінші мәселе кім? Халық. Ең бірінші кім? Тұтынушы. Ең бірінші кім? Сіздің алдыңызға өтінішпен келіп отырған адамның мәселесін шешуді бірінші орынға қойып тұрады. Одан кейін екінші бір үлкен жағдай, бұл жерде олардың сізге келіп тұрған жолданымдарын ат-үсті қарамау. Яғни шама келгенше жан-жақты, шама келгенше оның шаруасы сияқты емес, нақты өзіңе қатысты шаруасы сияқты ретінде алып қарайтын болсақ, бұл оның жаңағы шынайы жағдайын алып көрсетеді. Және ең басты мәселе, біз қазіргі таңда халықты әуре сарсаңға салмауымыз керек. Шама келгенше өзі қиналып отырған, өзі жаңағы әртүрлі әлеуметтік, экономикалық, басқа да жағдайлардан зәбір шегіп отырған өзіміздің отандасымызға нақты жақсы бір көмекші ретінде, нақты бір жақсы жанашыр ретінде көмектесе алатын болсақ, ертеңгі күні біздің, яғни сіздің осы атқарған қызметіңіздің арқасында мемлекеттік қызметті атқарып отырған тұлғалардың беделі өседі. Яғни сіздің арқаңызда халық бізде билікті, мемлекеттік қызметті, қызметкерлерді жан-жақты сыйлайтын болады. Сонымен біздің қысқа осы айтылған ақпараттарымыз осы клиентті бағдарлану қағидасы аясында аяқталады. Сіздерге рахмет, сау, саламат болыңыздар.